Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін қазақ тілі сабағында Ануарбек Дүйсенбиев «Күшті болсам егермен» тақырыбымен танысамыз. Сабағымыздың оқу мақсаттары: тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілген мәселені болжау. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. Мәтін алды жұмыс. Жаңа сөздермен танысамыз. Елең қылмау, көңіл бөлмеу, теңдесі жоқ, айтқысыз, жою, өлтіру. Мына суреттегі кейіпкерлер саған таныс па? Олар туралы не білесің? Бүгін сабағымыз не туралы болуы мүмкін? Мәтін мен жұмыс. 4-ші тапсырма. Өлеңді тыңда, тақырып қой. Елең қылмай, күнді ыстық, ойнап жүрген батырмыз, көл шетінде тыныштық, әңгіме айтып жатырмыз. Теңдесі жоқ жалғанда, мықты болсам мен тіптен, 2-3 ұрттап қалғанда, қорғай қалса күл біткен, дейді ақан. Үйіңді 2-ақ теуіп жояр ем, пойызды сол күйінде бірақ жұтып қояр ем. Мықты болсам, дейді Асқар, соған тиіп сөз енді, алып келіп дәу тастар, бөгер едім өзенді. Үйлерді сен құлатқан, қайта салып қояр ем, ағаш егіп ұнатқан, жемісіне тояр ем. Жолаушылар жолынан, кешегіде ауқап қалып, деп пойызды қолыңнан жіберер ем құтқарып. Айтылым, жазылым 8-ші тапсырма. Өлеңді өз сөзіңмен баянда. 3 кейіпкерге мінездеме жаз. Мәтін соңы жұмыс. Жазылым 11-ші тапсырма. Суретке қарап, спорт пен жаттығудың пайдасы туралы мәтін құрастырамыз. Үйге тапсырма. 9-ші тапсырма. Ақпарат көздерінен өлеңнің авторы туралы мәлімет жина. Сабағымызға еркін микрофон әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.